Бұл Зөлейха туралы хикая. Стамбулда басталып, Чукуровада жалғасқан махаббатқа, құштарлыққа, қайғы мен қуанышқа толы хикая. Зөлейха Яман Чукурованың ханымы, үлкен ханымы. Өмірін балалар мен сүйікті Чукуровасына арнады. Қазір 72 жаста. Әлі де қожалықты басқарады. Ләйла Яман. Әкесі сияқты Берлинде машина жасау саласында оқыды. Сәмет Мырзаның өзі сияқты Берлинде оқыған ұлы Мұстафаға тұрмысқа шықты. Яман холдингін Түркияның алпауыт холдингтерінің біріне айналдырды. Бір ұлы бар. Атын Демир деп қойды. Фикрет Фекелі, 74 жаста. 2 жыл бұрын компаниядағы барлық жұмысты ұлы Керем Алиге тапсырып, Зейнетке шықты. Зейнеп екеуінің бір қызы бар. Оның атын Мүжган қойған. Мүжган тоқыма инженері болды. Керем Али мен Мүжган Фекелі аталарынан қалған жәдігер Жихан мақта фабрикасын үлкен тоқыма фабрикасына айналдырды. Четин Жиыржы. Фикреттің серігі, жолдасы, жандосы. Четин Фикретпен бірге Зейнетке шыққысы келген, бірақ Керем Али мен Мүжган жібермеді. Четин ағаларын компанияларында директорлар кеңесінің төрағасы етіп тағайындады. Четин жалғыз ғашығы Гүлтенді ұзақ жыл ұмыта алмады. Ақыр соңында лицейге ауысып келген музыка пәнінің мұғалімі Айшенмен танысып үйленді. Четин қыздарының атын Гүлтен қойғысы келген еді. Әйелі қуана келісті. Ғафур Ташкын. Ол жаздың соңында Гүлсімге үйленді. Екеуі бақытты болды. Ғафур өз баласындай көрген ұлы Мехмет Али сәулетші болды. Чукуровада көпірлер, мектептер салды. Ғафур мен Гүлсімге Сейхан демханасына қарсы үй салып берді. Бір күні кешке бала шағасымен балконда отырғанда, Ғафур маған бірдеңе болды деді де, сұлқ түсіп құлады. Сөйтіп, жан тәсілім етті. Ол 75 жаста болатын. Жүзім өз армандағандай оқыды. Чапа медицина факультетін тәмамдады. Хункар Яман атындағы шәкіртақымен Америкаға кетті. Тәжірибеден сол жақта өтті. Қазір Чикаго ауруханасында балалар бөлімінің меңгерушісі. Лүтфия Думан қатарынан 2 рет Адана депутаты болып сайланды. Ауыл шаруашылығы министрлігінде жұмыс істеді. 2000 жылы 80 жасында жақсы көретін інісі Фикрет пен келіні Зейнептің қолында көз жұмды. Жандосы Әли Рахмет Фекелінің жанына жерленді. Рашид пен Фадик. Бір ұл, бір қыздары бар. Ұлдары Кенан офицер. Қыздары Фелис Чукурованың ең білікті адвокаттарының бірі. Жеврия мен Ибо аға үйленді. Жеврия өмір бойы Ибо ағаның сараңдығына шағымданып өтті. Шермин Яман. Чукурова әкімдігінде тазалық қызметкері болып жұмыс істеп жүріп, 1990 жылы жүрегі ұстап қайтыс болды. Прокурор келгенше мәйіті жол үстінде 2 сағат жатты. Шерминнің қызы Бетул Аржан 24 жыл жазасын өтеп, бостандыққа шықты. Чукуровада тұра алмай, басы ауған жаққа кетті. Қазір қайда, жағдайы қалай екенін ешкім білмейді. Шерминге дос болғаны, дұшпан болғаны белгісіз Фусун. Жұмыс бабымен ылғи шетелде жүретін күйеуі Ахметпен ажырасты. Қазір Чукуровадағы қарттар үйінде Елкнур және мезетпен өсек соғып, күні өтіп жатыр. Хашмет Чолак. Түрмеде бірнеше жыл отырған соң қант диабетіне ұшырады. Денсаулығына байланысты босап шығуын күтіп жүргенде 1985 жылы түрмеде қайтыс болды. Әбдүлқадыр Кескін. Өлім жазасының орнына өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Түрмеде қамауда отырғандар арасында болған төбелесте өлді. Інісі Вахап Кескін.
Тойда жарылғыш жармақ болған соң, Эрзурум ақыл есі кемдерге арналған ауруханасына жіберілді. 3 жылдан соң, қашуға талпынғанда биіктіктен құлап өлді. Әже Әзиза Саража оғлы, Түркияның ең көп өмір сүрген адамдарының бірі болды. Оның шөбересі Аднан Яман кино саласында оқып жүргенде әжесінен сұхбат алған болатын. Әже, жаңа айтып отырған еді ғой? Не айтып едім? Бұрынғы оқиғаларды, әже. Бұрын бәрі қызық болатын. Жас кезімді айтамын. Әр жұма сайын падишахты көруге, жұма намазға келетін сұлтандарды көруге баратынбыз. Менің шетерлі жағалы көйлегім болатын. Оны әкем Еуропадан әкеліп берген. Оны алғаш рет. Оны алғаш рет сонда көрдім. Кімді? Кімді болсын? Әбді Мырзаны. 2 жыл бойы майданнан келгенін күттім. Оның бір тал шашын қойнымда сақтап келдім. Хаттарын күттім. Содан соң, не болды, әже? Содан соң майданнан келді де үйленді. Үйленді. Кімге? Кімге болсын? Пашаның қызын білесің бе сен? Сирағы, Сидиға нарық, әлжуаз, жеркенішті. Сол қызға үйленді. Қалай жылдам десеңші? Қалай жылдам? Тоқтаусыз еңіредім. Бәрі оны ұмыт алмайды деп ойлады. Мынау ма, әже? Әбді Мырза осы ма? Иә. Әбді Мырза осы. Әбді Мырза осы. Қайдан таптың? Мұны қайдан таптың? Қайдан таптың? Сені өлердей сүйдім ғой, Әбді Мырза. Ессіз сүйдім. Құлай сүйдім. Әже, есіңде тағы не бар? Әй, мұлғай сұрағың. Менің есімде бәрі бар. Мен не? Алжыған бедім. Бірақ бір нәрсені ұмытып отырмын. Әй, мен сүтләчімді жедім бе бүгін? Әже 2011 жылы 109 жасында жақсы көретін жеке жайында көз жұмды. Йылмаз Аднан Яман. Ол Англияда кино саласында оқыды. Ол түсірген алғаш фильм Аданадағы Алтын Мақта кинофестивалінде ең үздік фильм жүлдесіне ие болды. Өміріндегі ең маңызды жоба үшін жылдар бойы еңбектенді. Анасы Зүлейха Яман Чукурованың үлкен ханымы туралы фильм түсірді. Фильм биылғы Берлин кинофестиваліне қатысады. Зүлейха хикаясы сонау Стамбулдан бастау алып, Чукуровада жалғасын тапқан шексіз махаббат, жанжалдардың салдарынан өлім болып жатса да, сөнбеген үміт жайында. Жат мекен.